Ақ сарбаз иерархия заңы. Тіршіліктің әр деңгейі келесі кезеңге өткенше планеталық айналым деп аталатын мерзім ішінде өзіне бұйырған эволюцияның 7 сатысы бойынша дамиды. 0 деңгей. Ілкі материяны бойында сақтап, эволюциялық дамудың басын құрайтын 0 өлшемді дүние. Бұл дүниенің 7-ші сатысы ғарыштық вакуум. Ілкі материядан құдіретті логос. Сөз арқылы жаһан жаралған. 1 деңгей. Шар шыңында өз формасын жадында ұстайтын кристалдар орналасқан. Эволюциясы дара өлшемді минералдар дүниесі. Бұл дүниедегі ерекше орын алатын өмір минералы су. 2 деңгей. Қарапайым балдыр, қына мен мүктен басталып, гүлмен аяқталатын, ең шыңында мәдени өсімдіктер орналасқан эволюциясы жұп өлшемді өсімдіктер дүниесі. Бұл дүниеде тары, күріш, бидай сынды дәнді дақылдар ерекше орынға ие. 3 деңгей. Эволюциясы 3 өлшемді жануарлар дүниесі. Микробтардан басталып, жоғары дамыған жануарлармен аяқталады. Адамға ең жақын тұрған және өз иесіне адал берілген жануар ретінде ит бұл дүниеде ерекше орын алады. 4 деңгей. 3 өлшемді физикалық дүниеден 4 өлшемді астрал дүниесіне қалауынша ауыса алатын адамдардың эволюциялық 4 өлшемді дүниесі. 5 деңгей. Астрал дүниесі әрқайсысы 7 сатыға бөлінетін 2 бөліктен тұрады. Астрал дүниесінің бір бөлігі физикалық дүниеде тұратындарға, яғни кейіптелгендерге арналған. Ол дүниеде өмір сүріп іс-әрекет жасау үшін адамның 0 астрал денемен қапталған 7 қабатты астрал денесі болады. Физикалық дүниедегілердің астрал денесінің қайтыс болғандардың астрал денесінен басты айырмасы осы. Астрал дүниесінің 2 бөлігінде физикалық дүниеден қайтыс болғандар, яғни аруақтар тұрады. Астрал дүние тұрғындары өздерінің 3 өлшемді кеңістігінде тіршілік етеді. Олар үшін ментал дүниесі 4 өлшем. Олар 4 өлшемдеріне ұйқы не медитация кезінде барады. Сонда ментал дүниеде туындаған ой астрал дүниеде формаға ие болады. 6 деңгей. Ментал жаратылыстар дүниесі. Бұл дүниеде де әрқайсысы 7 сатыға бөлінетін 2 бөліктен тұрады. Ментал дүниенің бір бөлігі физикалық дүниедегілерге арналған. Фәни дүние адамның ментал дүниесімен қатынасқа түсе алатын 0 ментал денемен қапталған 7 қабат ментал денесі болады. Ал аруақтардың 0 ментал денесі болмайды. Ментал дүниенің келесі бөлігінде физикалық және астрал дүниелерден қайтыс болған жандар өмір сүреді. Эволюцияның келесі кезеңі гиперкеңістікті мекендейтін биік тіршілік иелерінің ғарыш құрылысшыларының дүниесі. Одан әрі сыңғырлаған сфера дүниесінде тәж өмір бар. Барша ғарыш құрылысшылары биік дүниелердегі тиесілі сый ғұмырларынан өз еркімен бас тартып, өздерін эволюция жоспарын жүзеге асыруға арнады. Сондықтан да олар иерархия заңына сай 7 сатыға бөлінген ғарыш құрылысшылары. Және өз сатысына лайық мына дүниелерге ықпал жүреді. 1 саты минералдар дүниесі, 2 саты өсімдіктер дүниесі, 3 саты жануарлар дүниесі, 4 саты саналы тіршілік иелері дүниесі, 5 саты астралды тіршілік иелері дүниесі, 6 саты менталды тіршілік иелері дүниесі, 7 саты биік тіршілік иелері дүниесі. Тұлғаның эволюция деңгейі мен дайындық дәрежесіне қарай ғарыш құрылысшыларының әр деңгейі тағы 7 классқа бөлінеді. Болашақ ғарыш құрылысшылары физикалық, астрал, ментал дүниелерде эволюциясын аяқтаған соң жаңа кезеңін өмірдің 1 деңгейі минералдар дүниесінен бастап жаратуда үйрену үшін 1 классқа түседі. Ол бір сатыдан келесіге өте отырып тіршіліктің бастапқы формаларын құруға үйренеді. 1 сатының 7 класын аяқтаған соң тағы да 1 классқа, бірақ бұл жолы 2 сатының 1 классына өтеді.
Сөйтіп өсімдіктер дүниесінде тіршіліктің жоғарырақ формаларын жаратуды үйренеді. Ғарыш құрылысшыларының өмір деңгейлеріндегі сабағы мен жылжуы осылай жүреді. Ғарыш мектебінде игерген дағдыларын қолдану арқылы эволюцияны үдету үшін ғарыш құрылысшылары өз қалауымен физикалық дүниеде тууға құқылы. Бұл оларға іс амалдары арқылы тарихты өзгертуге, қоғамда айшықты орын алуға мүмкіндік береді. Сондықтан асыл тас білгірі, он саусағынан өнер тамған шебер минералтанушы ғалым тіршіліктің бірінші деңгейінің құрылысшысы болуы әбден мүмкін. Ұлы селекционер, жаратылыстанушы, биолог екінші және үшінші деңгей құрылысшысы болып шығуы мүмкін. Ұлы дәрігер, генетик, этнограф адамдар дүниесі жайлы білімін пайдаға асырып жүрген төртінші деңгей құрылысшысы болып шығуы мүмкін. Әйгілі жазушы, ақын, музыкант, суретші, сәулетшілер бесінші деңгей құрылысшысы болып шығуы мүмкін. Адамзаттың бетке ұстарлары, діни қызметкерлер, ойшыл гуманистер алтыншы дәрежелі ғарыш құрылысшылары болуы мүмкін. Ғарыш құрылысшылары алтыншы деңгейден бастап планета рухы деп аталады. Себебі олардың ықпалы үшін дүниенің біріншіден алтыншыға дейінгі барлық тіршілік деңгейлеріне тарайды. Мысалы, жердің планета рухы алтыншы деңгейдің алтыншы класындағы ғарыш құрылысшысы болып табылады. Тіршілік деңгейлерін қалыптастырушы ретінде ол біріншіден алтыншыға дейін деңгейлерді бастан аяқ өткен. Ментал дүние алтыншы классқа дейін қадағалағандығы оған өз мүриттерінен философия, ғылым мен өнер данышпандарын жасауға мүмкіндік береді. Алтыншы деңгейдің жетінші класының ғарыш құрылысшылары жүйе рухы деп аталады. Олар барша тіршілік деңгейлерін, соның ішінде ментал дүниенің ең жоғарғы ой әлемінің үшінші аспан деп аталатын жетінші сатысында қадағалап отырады. Жүйе рухтары жұлдыз жүйелеріндегі тіршілік ағынын басқарады. Тіршіліктің жетінші деңгейлі ғарыш құрылысшылары галактика кеңістіктеріндегі, сосын эволюция шиыршығы бойымен галактикалар арасындағы және одан да ары бүкіл жаһанның өмір ағындарын басқарады. Жетінші деңгейлі құрылысшылар бір мезгілде ғарыш құрылысшылары мектебінде ұстаз және тәлімгер болады. Барлық құрылысшылар ғарыш қауымдастығына бірігеді. Ғарыш классификациясы бойынша біздің адамзат алтыншы сатыға өткелі жатқан эволюцияның бесінші сатысындағы тіршіліктің төртінші деңгейінде деп саналады. Алтыншы сатыға өту планеталық айналымның аяқталуы және тіршілік деңгейлерінің ауысуына дайындық. Сондықтан тіршіліктің төртінші деңгейінен бесіншісіне, яғни астрал дүниесіне жалпы планеталық ауысуды жеңілдету үшін барша ғарыш құрылысшылары жер планетасында физикалық денеде дүниеге келуі шарт. Біздің планеталық айналымымыз ең соңғы адам физикалық дүниені жануарларға тастап шыққан кезде ғана аяқталады. Осы кезге дәлелдеп, тіршіліктің төртінші деңгейінің ғарыш құрылысшылары тіршіліктің үшінші деңгейінің бұрынғы тұрғындарының ілкі әмбебап ғарыш модульдеріне лайықтап жаңа сипат жаратады. Бұл сипат эволюцияның келесі кезеңін, эволюцияның бірінші сатысында мүлдем жаңа ментал денелер құрастырудан бастауға мүмкіндік береді. Содан кейін олар екінші сатыда астрал денесін жетілдіреді. Одан әрі эфир және физикалық денеге ие болғанша осылай өз эволюция сатыларымен дами береді. Жануарлар орнын осы дүние өсімдіктерінің қос өлшемді кодтары басады, ал өсімдіктер орнына минералдар дүниесі келеді. Минералдардан босаған орынды толық дамымаған, өз эволюция жоспарын орындамаған тіршіліктің бірінші деңгейінің бастапқы векторлары толтырады. Сыннан өтпеген өсімдік, жануар, тіпті адамдардың монадалары өз эволюциясын минералдар дүниесінде жалғастырады. Тіршілік айналымының тағы бір үлкен кезеңі осылай аяқталып, кристалдардың таса тірлігіне
саналы тіршілік иелерінің дүниесіне дейін және одан әрі иерархияның жоғарғы деңгейлері бойымен жаңа айналым басталады. Ұқсастықтар заңына сүйене отырып, жақұт, зүмруд, алмас кристалдары сынды минералдар дүниесі тіршіліктің бастапқы векторлары планеталық айналымда дамып жетіле келе өсімдіктер дүниесінің әсем гүлдеріне айналады деп жорамалдауға болады. Сондай-ақ орхидея, раушан, қалдақ, лилия, лотос гүлдерінің қос өлшемді кодтары жануарлар дүниесіне өтіп, бұл дүниенің тірі гүлдері түрлі түсті көбелек пен құлпырған құстарға, ақырында аңдар патшалығының маңғас өкілдеріне айналады. Тіршіліктің төртінші деңгейі саналы тіршілік иелерінің дүниесінде эволюцияның төртінші сатысынан бастап ерік еркіндігі заңы күшіне еніп, тұлға іс-амалы арқылы өз эволюциялық дамуын өзі анықтайтын құқыққа ие болады. Физикалық дүниенің тіршілік деңгейлері 5 сатыдан өтіп, айтарлықтай эволюцияланып қалды. Бұны жануарлар дүниесінің қаңқаларынан байқауға болады. Тіршіліктің үшінші деңгейінің екінші сатысы соңында трилобиттер дәурені жүрді. Содан кейін жерді динозавр жайлаған үшінші сатының заманы келді. Бұдан соң жануарлар дүниесі төртінші сатысына көтеріліп, ірі денелі жылы қанды хайуанаттарды дүниеге келтірді. Сонымен өмірдің үшінші деңгейі эволюцияның өтпелі бесінші сатысының аяғында қазіргі заман жануарлары қалыптасты. Солардың ішінде әсіресе үй жануарларының дамығандығы соншалық мінез құлқы иелеріне ұқсай бастады. Тіршіліктің иерархия деңгейлері құрбандық заңына сай эволюцияланып, өздеріне жоғарырақ деңгейге өтуге қажет кармалық алғышарттарды тудырды. Минералдар, өсімдіктер мен жануарлар клеткаларының құрамына кіреді, ал кристалдар адамға күрделі ғылыми технологияларда қызмет етеді. Өсімдіктер өздерін жануарлар мен адамдар дүниесі үшін құрбан етіп, олардың азығы мен киіміне, отынына айналады. Жануарлар өздерін әлдеқайда биік деңгейде құрбандыққа шалады. Олар адамға азық пен киім болумен шектелмей, саналы тіршілік иелерінің еңбегіне де араласады. Адамзат та өзін құрбандыққа шалумен дамиды, бірақ бұл жоғары рухани деңгейдегі құрбандық. Адам өз ізгі және рухани игіліктері үшін, Құдайға жақындау үшін бұл жалғанның қызығын, ал көп жағдайда тіпті өз жанын құрбан ету арқылы тіршіліктің әлдеқайда жоғары деңгейлері, яғни параллель дүниелерге өтеді. Бұнда ол рухани көшбасшылардың біріне эволюцияланады. Адамзаттың болашақ көшбасшылары астрал және ментал дүниелерде аз уақыт өмір сүреді. Олардың астрал және ментал денелері тез сейіліп, биік тіршілік иелерінің денесіне өту үшін әмбебап ғарыш модулін босатады. Осы сәтте адамзаттың болашақ ұстазының әмбебап ғарыш модуліне адамдарға табысталатын жаңа білім жазылады. Биік тіршілік иелерінен қажетті өкілет алу үшін керек уақыт пен кеңістіктегі болашақ байланыстар қалыптастырылады. Жаһанның барлық тіршілік иелерінің әмбебап ғарыш модулі бірдей қылып жаратылған. Сондықтан биік тіршілік иелері жаһанның төмен тұрған өркениеттерінде өмір сүріп, оларға көмектесе алады. Тіршіліктің негізі мен формасына қарамастан, ғарыштағы әр планетаның физикалық дүниесінің өз астрал, ментал дүниелері болады. Биік тіршілік иелерінің кез келген планета тұрғындарының эволюция бағытын үдету не түзетуге ғарыш заңдарын бұзбай көмектесетін бір ғана мүмкіндігі бар. Ғарыш заңдарына сай, биік тіршілік иелеріне өздерінен төмен тұрған өркениет кармасына келуге тыйым салынған. Дегенмен, жер және онымен бірге бүкіл ғалам биік тіршілік иелерінің жанқиярлық көмегінің арқасында ғана эволюция көшіне ілесіп келеді. Ғарыш заңдарын айналып өтуге болмайды. Биік тіршілік иелері өздері үкімдеген заңдарды адамзаттың орнатуы үшін
Қарабайыр физикалық дүниеде жердегі ана құрсағынан туып қана көмектесе алады. Бұндай жоғары тіршілік иелері жерде кәдімгі адам секілді ғұмыр кешеді. Мейірім мен жанашырлық заңын ұстану арқылы жоғары тіршілік иесі өз әмбебап ғарыш модулін айшықтайды да ментал дүниеге еніп жердегі болашақ ой өрісін қалыптастырады. Одан әрі астрал дүниесімен өткенде оның әмбебап ғарыш модулі өз вибрациясына сай астрал материясын тартады. Сөйтіп болашақ физикалық денесіне ұқсас сондай-ақ көңіл күйден хабар беретін астрал денесін қалыптастырады. Биік тіршілік иелерінің басқа адамдардан айырмасы, олар физикалық дүниеде туу үшін болашақ ата-анасын өздері таңдайды. Бұл кезде таңдағанның ұлт, әулет және жеке бас кармалары барлық шартқа сай келуі ескеріледі. Биік тіршілік иесі үшін қарабайыр физикалық дүниеде туу, рухани қуатынан уақытша айырылып, өз еркімен эволюциялық төмендеу боп табылады. Барлық адамдар сияқты олар да туған кезінде өткен ғұмырларын ұмытады. Бұрын биік дүниелерде болғанын түйсігімен ғана сезеді. Әмбебап ғарыш модулінің арқасында барлық сәби нәсіл, ұлт және әлеуметтік тегіне қарамастан дүниені махаббатпен қабылдау жағынан бір-біріне ұқсайды. Әр сәбидің бойында жаратушының өзінен өрбитін құдіретті өмір ұшқыны бар. Сондықтан адамның балаға деген пейілінен оның бір құдайға сену деңгейін бағалауға болады. Карма заңына сай, физикалық дүниедегі биік тіршілік иесінің жолы ауыр болуы қажет. Жоғалту мен азаптың жолын кешіп, және бұл үшін ешкімді кінәламай, өз рухани қуатыңды қайтарып және адам баласына эволюцияның келесі сатысына өтуге көмектесе аласың. Бұл жағдайда биік рухани күш иесі физикалық дүниенің толыққанды мүшесі болғандықтан ғарыш заңдары бұзылмайды. Ет пен сүйектен жаралған жан ретінде ол да ыстыққа күйіп суыққа тоңады, ауырады, ажалдан қорқады. Алайда оның құрбандығының құны барша адамның былыққан кармасын жуып кетеді. Мысал ретінде қарапайым көміртектік графит түріндегі үйіндісі мен химиялық құрамы тап сондай көміртектің орасан зор қысым мен биік температурадан өтіп, қатаң тәртіппен қырланған, яғни баға жетпес гауһарға айналған кесегін салыстыруға болады. Ғарыш заңы үшін барша адамзаттың құны графиттің құнындай, ал эволюция көрігінен өткен құрбандықпен қырланған адам кейпіндегі биік тіршілік иесі баға жетпес рухани гауһар іспетті. Ұқсастық заңы бойынша рухани деңгейде бір құдайға сенушілер графит пен гауһардың арасындағы күйді кешеді. Олар биік тіршілік иелері мен эволюциялық тұрғыдан алғанда ішкі жандардың ортасында жүреді.